Жетінші тапсырма. Тек ақиқат пікірлерді көшіріп жаз. Бірінші пікір. 7 санын 6 есе арттырып 42 санын алдық. Бұл бізде ақиқат пікір. Бұны көшіріп жазамыз. Көшіріп жазатындарды дөңгелектеп қояйық. Екінші пікір. 64-ті 8-ге бөлгенде 7 саны шықты. Бұл дұрыс емес, яғни жалған пікір. Бұның дұрыс жауабы 8. Үшінші пікір. 9 бен 8-дің қосындысы 17-ге тең. Бұл ақиқат пікір. Бұны қоршаймыз. Төртінші пікір. 9-ды 21-ге арттырып 30 санын алдық. Бұл дұрыс, яғни 9-ды 21-ге қосқанда 30 шықты. Бұл ақиқат пікір. Бесінші пікір. 9 бен 7-нің көбейтістісі 81-ге тең. Бұл жалған. Оның жауабы 81-ді 9-ға бөлеміз, яғни 9. Алтыншы пікір. 48 бен 6 сандарының бөлінісі 8-ге тең. Бұл ақиқат пікір. Жетінші пікір. Азайғыш азайтқыштан кіші. Бұл жалған пікір. Себебі азайғыш дегеніміз ол үлкен сан, яғни x 3. Ал енді, яғни теңдеу қылып көрсек, бұл азайтқыш, бұл азайту, яғни x 2. Яғни бұл бізде үлкен. Бұл кіші бола алмайды. Азайтқыштан тек үлкен болады, сондықтан бұл жалған. Өзің осыған ұқсас ақиқат және жалған пікірлер құр. Өзіміз құрап көрейік. Мен ауызша айтамын, сіздер жазып алыңыздар. 5 санын 7-ге арттырса, 13 санын алдық. Бұл жалған пікір. Себебі 5-ке қоссақ 7-ні тең болады 12. Ал біз айттық 13. Бұл жалған пікір. Ал енді тағы бір ақиқат пікір құрастырайық. 81-ді 9-ға бөлгенде, немесе 81-ді 8-ге бөліп, 1 қалды. Яғни бізде бөліндінің мәнін табу керек. Бұл бізде дұрыс. 80-ді 81-ді бөлсек 8-ге, яғни 80 аламыз, 10 және 1 қалдық. Бұл ақиқат шықты.